Армысыздар, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы JavaScript-те арифметикалық амалдар мен операторлар құру. Ең алдымен біз мәліметтер типтерімен танысуымыз қажет. JavaScript тілі бағдарламалау тілі болып табылады. Сол себептен біз бұл жерде мәліметтер типтерімен, айнымалылармен таныс боламыз. Мәліметтер типтеріне келетін болсақ, бұл жерде string бұл жолды білдіреді. Егер де сіздер мәтін енгізетін болсаңыздар, string типін қолданасыздар. Number сандық мәнді білдіреді. Сан енгізетін болсаңыздар, типін number деп бересіздер. Boolean true немесе false логикалық мәнін білдіреді. Бұл бізде ақиқат немесе жалған деген мәндерді шығарады. Undefined мән орнатылмағанын көрсетеді. Null белгісіз мәнді көрсетеді. Тағы да айтып өтейін, бағдарламалау тілдерімен таныс студенттер сіздерге мәліметтер типтері өте жақсы таныс болуы қажет. Айнымалы және олардың түрлері. JavaScript тілінде айнымалыны жазатын болсақ, ең алдымен var атты кілттік сөзін қолданамыз. Ары қарай бұл жерде str деп айнымалының атауы берілген. Енді айтып өткенімдей, біз мән енгізетін болсақ, бұның типі string типі болып табылады. Бірақ бұл жердегі айнымалының атауын өздеріңіз қалаған атауды бере аласыздар. Бұл мысалды біз практикалық жұмыста жасап көрейік. Біз ең алдыменен HTML құжатын құрып алуымыз қажет. Мен бірден Sublime Text'те HTML құжатын құрамын. Бұл жерде жаңа файл берілген, оны сақтаймын. Индекс HTML ретінде рабочий столға индекс .html сохранить. Құжатымыз ашылды. Енді браузерде ашып көрсек, бұл жерде ешқандай мәні жоқ. Ары қарай құрылысын құрамыз. HTML тақырыбын JavaScript деп берейік. Және де JavaScript тілін мен HTML-ге бірден скриптегі арқылы енгіземін. JavaScript HTML тіліне қосудың 3 тәсілі бар. Оны білу үшін алдыңғы видеоны көруге кеңес беремін. Бұл жерде енді мен айнымалыны енгізетін болсам, var кілттік сөзін қолданамын. Var str айнымалының атауы және де мән беретін болсақ, полететь сөзін экранға шығарайық. Нүктелі үтір. Ары қарай полететь сөзін экранға alert әдісі арқылы шығарсақ болады, немесе браузердің өзіне шығарсақ та болады. Сендерге бірінші alert әдісі арқылы шығаруды көрсетейін. Айнымалының атауын көрсетеміз. Нүктелі үтір. Ctrl+S. Браузерді жаңартсақ, мінекей бізде alert әдісі арқылы бұл жерден уведомление ретінде бізге полететь сөзі шығарылды. Окейді басамыз. Ары қарай браузерде шығаратын болсақ өзінде документ write деген сөзді қолданамыз. Документ нүкте write және str сөзі. Нүктелі үтір. Ctrl+S. Браузерді жаңартсақ, мінекей браузердің өзіне полететь сөзі енгізілді. Осылайша сіздер JavaScript тілінде бағдарламалауды бастайсыздар. Егер де сіздер қандай да бір сөзді енгізбей, сан енгізетін болсаңыздар, онда бұл жерде біз өшіріп, қайтадан жазып көрсетейін. Сан енгізу қажет болса, var number дейік. Енді типіне байланысты айнымалының атауын беріп тұрмын, бірақ естеріңізде сақтап алыңыздар, бізде JavaScript тілінде 5 түрлі типтер бар. Осы 5 түрлі тип сіздің жазған мәніңізге байланысты автоматты түрде осында сақталып, біздің экранымызға шығарылады. Айнымалыны да енді мен сан енгізгендіктен айнымалының атауын number деп санға байланысты беріп отырмын. Сіздер де өздеріңіз қалаған, яғни өзіңіз қандай бағдарлама құрып жатырсыздар, соған байланысты айнымалы атауын бересіздер. Келесіде мен бұны экранға шығаратын болсам, документ нүкте write
және де бірінші жолдық мәнді енгізгім келіп тұр. Бұл дегеніміз енді variable number деп жазайық. Тен. Егер де біз жазылған сөзімізді тырнақша алатын болсақ, бұл бізде жолдық тип болып табылады. Қосылған 21 саны. Енді бұл 21 санына бізге анықтама ретінде экранға шығарылады. Variable тен 21. Егер де мен мына жерде 21 санын тырнақшаға алатын болсам, бұл бізде жолдық тип болып саналады да, экранға тек жолдар енгізіледі. Санды экранға шығару қажет болса, сіздер санның өзін немесе айнымалыны шақыру арқылы жаза аласыздар. Number деген айнымалысын жазайық. Экранда обновить етсек, ешқандай да өзгеріс жоқ. Жолдық мән берейік. Var string. Келесі string айнымалысына мән беретін болсақ, мысалы hello world. Hello world. Нүктелі өтір. Және де, егер де біз бүтін сан енгізсек, типі int, ал бөлшек сан енгізсек, бізде типі float. Var float number деп берейік. Айнымалының атауын. Тен 1-23. Нүктелі үтір. Енді осының барлығын экранға шығарсақ, бізде экранға бір-біріне жабысып шықпау үшін where деген тегті қолданамыз. HTML тілінен білесіздер, where дегеніміз бұл жаңа жолдан бастау дегенді білдіреді. String қосылған where дейік тағы да. Қосу float number. Ctrl+S. Экранды ашып көрейік. Мінекей бізде where деген тегіміз дұрыс берілмеді. Себебі біз қажетті тырнақшаларды қоймадық. Ctrl+S. Мінекей. Бізге қажетті санымыз, мәтініміз және де бөлшек сан экранға шығарылды. Ары қарай логикалық операторларды шығаратын болсақ, айнымалысын бұл деп берейік. Және true деген мәнді шығарады. Ода да document write сіздер бұл деп жазсаңыздар болады. Бұл жерге енді қосу бұл деп көрейік. True деген мәнді шығару қажет. Where-ді ұмытпайық. Көшіріп алып, мына жазамын. Және де қосу. Ctrl+S. Мінекей, true деген логикалық операторды экранға шығарып берді. Келесі енді бұл жерде белгісіз мән. Егер де мәні белгісіз болса, бірақ айнымалы ашу қажет болған жағдайда, under деген типті қолданамыз. Underline. Келесі бізде null типі. Бұл жерде енді мүлдем белгісіз мәнді көрсетеді. Undefined деген мән орнатылмағанын көрсетсе, null мүлде белгісіз мәнді көрсетеді. Бұл айнымалар бізге бағдарламалар жазған кезде өте қажет болады. Мысалы, under деп жазатын болсақ, нүктелі өтір. Alert ретінде шақырып көрейік. Бұл жерде қате кетті, себебі айнымалының атауын беретін мәнмен бірдей жазбау қажет. Мінекей, undefined сөзіміз экранға шығарылды.
мән орнатылмағанлығы экранға шығарылды. Бұл енді көбінесе бір қате жазылған кезде, белгісіз сөздерді енгізу қажет болған кезде осы типтерді қолданамыз. Екіншісі бізде математикалық амалдар. Біз типі арқылы бізге қажетті мәнді енгізуді білдік. Енді осы сандар арқылы қандай математикалық амалдар орындауымызға болады? Бұл әрине қосу, азайту, көбейту, бөлу. Мына мысалда қарастыратын болсақ, бар кілттік сөзі x айнымалысына 5 мәні берілген. Және де y мәні енгізілген. Бұл жерде үшінші айнымалы жазылады, себебі біз екі санның қосындысын табуымыз қажет. Ең алдымен y айнымалысы берілді. Одан кейін барып айнымалыға мән берілді, 12 деген мән. Келесіде бізде айнымалының қосындысын табу қажет. Сонда x қосылған y, 5 қосылған 12 экранға 17 мәнін шығарады. Бұл мысалды сіздер өздеріңіз видеоны паузаға қойып, көшіріп жазып, тексеріп көрсеңіздер де болады. Бұл жерде енді азайту, көбейту, бөлу амалдары көрсетілген. Осыны да қайталап, орындасаңыздар өздеріңізге жақсы. Келесі BR тегі бойынша айтып өттім. Егер сізге екі мән шығару қажет болатын болса, бұлар бірінің қасына бірі жабысып шықпау үшін, астына түсу үшін, және де оқығанға жеңіл болу үшін біз BR тегін қолданамыз. Үй тапсырмасы ретінде сіздерге осы видеода берілген мысалдарды қайталап орындап, Moodle платформасына салу. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.